кеше айттым жиында, біз қазақтың 3-ақ сөзді мысалға келтіруге болады. Шалқасынан, етпетінен. Шалқасынан, етпетінен. Ол 2 сөзді қазір айтатындар азайып бара жатыр. Бірақ олар бүйтіп айтады, ішіне жат, арқаңа жат дейді. Олар да қазақтың сөзі. Ішіңе жат, арқаңа. Бірақ қазақтың сөзі, бірақ қазақша емес. Өйткені орысша білмейтін адам олай деп қолдану тіпті ойламас еді. Ал ана ішіңе жат, арқаңа жат дегенді ол орысшадан на живот, на спину дегенді аударып алып айтып отыр. Қазақша ғана білетін адам етпетіңнен жат, шалқаңнан жат деп айтар. Қазақша ғана білетін адам бірдеңені аршитын еді. Ал қазіргілер тек қана тазалайды. Өйткені орысша чистить. Бұрын қазақша ғана білетін адамдар тамақ істеуші еді. Тамақ пісіруші еді. Ал қазіргілер дайындайды, өйткені орысша готовить. Бұрын қазақша ғана білетін адамдар үй жинаушы еді. Қазірлер тазалайды. Өйткені орысшада убирать. Бәрі қазақтың сөзі. Бірақ дәл мағынасына, дәл өзінің орнында тұрмағаннан кейін, ол кәдімгі орыс тілінің калькасы дегеніміз сол.